Ассаламу алейкум достар. Мынау қалада тұратындарға азғантай жерден қалай өнім алуға болатындығын мен сіздерге көрсетпекшімін. Міне мынауымыз жеріміз 2 метр, ені 1 метрде шықпайды, 80 бе 90 ба солай. Осы жерге 5 түп қияр екеміз. Мен де жаңағы жұрттың айтуымен еккен едім. Құдайға шүкір, мынаны қараңыздар. Күніне әйтеуір жарты кило, кейде 1 кило қияр аламыз. Міне осындай болып тұрғандары ертең алуға болады енді осыларды. Мынаға гүлі өте көп. Сосын мына қиярлар осылар 2 күнде дайын болады. Мыналарды уже бүгін түстен кейін алса болады. Бұған шілей күтімінде керек жоқ екен. Тек қана егу керек. Әр 2 күнде жиі суғарып тұру керек. Лажы болса көң тастап, жерді жұмсақ қылып еккен жақсы екен. Содан әр 2 күнде суғарып тұру керек. Бұны енді мен жоғары жағын жаңағы 3 метрде менің жүзімнің навесі болған, соған қарай байлап қойып ем. Бұл 3 метрден де жоғары көтеріліп кете береді екен. Қанша көтерсең де бұлай ұзарып, салып жемісін бере береді. Міне осы кішкентай, мына жағы 2 метр, мына жағы 1 метрде болайшы. Осы жерде менің тағы да 4 помидорым тұр. Міне помидорлар енді гүлдеп жатыр. Бірақ бойы сорты өзгеше екен бұның. Бойы 1 метрден жоғары болып көтеріліп кетті. Міне осылай азғырақ жерден осынша өнім алуға болады. Күнделікті жарты кило, 1 кило алып отыруға болады осы жерден. Осы 5 түп қиярдан осынша алуға болады. Міне мына жүзімнің жаңағы жүзімді көтергем, соның темірлеріне байлап қойдым ғой, мына жоғары жағын. Қазір енді 3 метрге дейін көтеріліп тұр. Су бересіз, 2 күннен кейін дайын болады. Қиярларыңыз кішкентай, қиярдың бәрі 2 күннің ішінде дайын болады. Мына гүлдеріне қараңыздар. Жалпы осылай. Сонан соң шілек қатты күн ыстыққа неғылмайды ау деймін. Менікі енді көлеңкелеу жерде тұр. Мыналар ар күні дайын болады осылардың өзі. Тек суғара беру керек. Мына төбесінен көрдіңіздер ме? Қаншама салған. Бұл енді ана жері кең адамдарға бұл жараспаса керек. Енді мынау қалалы жерде тұрған адамдарға таптырмас өнім болып есептеледі. Себебі 2 метр жерден күніне 1 кило алып отырсаңыз, жаман болмайсыз. Жақсы, сау болыңыздар.